Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымымыз түсіңізде жылан кірсе, оны қалай жою керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсіңізде жыланды өлтірсеңіз, бұл жақсылықтың нышаны. Онда өзіңіздің беделіңіз өсіп, дәулетіңіз артып, бақ жұлдызыңыз жанатын болады. Түсіңізде жылан шақса, ауру дұшпаннан келетін зиян. Жылан шаян секілді улы жәндіктерден үрку, дұшпаннан келетін жамандық. Жыланның алдыңғы екі аяғын көру, бақытты болу, бағы жану дегенді білдіреді. Жыланды өлтіру, тырықтан шығу. Түсіңізде ақ жыланды көрсеңіз, тосыннан көмек болады. Түсінде жылан көру, қорқыныш, үрей, уайым. Егер жылан биік жерге шықса, қуанышты жаңалық болмақ. Егер жылан оралып қалса, шын көңілден ғашық болғаныңыз. Егер түсіңізде жылан сөйлесе, дұшпаннан жақсылығын көресіз. Жылан шақса, ауру дұшпаннан келетін зиян. Түсіңізде жылан көрсеңіз, ол жылан босағаңызға оралып жатса, немесе шаңырағыңызға шығып салақтап тұрса, бұл жақсы түс емес. Онда өзіңіздің шаңырағыңызға қауіп-қатер төнеді.